Ал балаларым, бүгінгі демалыста ата-әжелеріңнің ауылына барып келейік. Көктемгі ауылдың тыныс-тіршілігімен танысып, ата-әжелеріңнің хал-жағдайын сұрап келейік. Сендердің ата-әжелеріңнің ауылы Бейнеу ауданының орталығынан 60 шақырым жердегі Сам ауылы. Әбділда Тәжібаевтың «Құм менің құндағым ғой, бесігім ғой, өмірге бірінші ашқан есігім ғой, көктемде қозыменен бірге туып, бота менен ойнап бірге өсіп ем ғой» дегендей, сендердің әке-шешелеріңнің туып өскен ауылына барып, үлкендерге сәлем беріп келейік. Өскен жерге ұям, бәрінен биік бағасы, кәрі тау бөктері, ағынды судың жағасы, көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Ауылыма жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлде тең келмейтін, бәріне де ашық есігін, құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Сағындым ауылым, самал желескен далаңды, сен жайлы саламы көкейде жатқан бар әнді. Естейсің білемін ержетті өскен балаңды, шет кетсем өзіңнен көретін күнім қараңғы. Ауылыма жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім.